Хай достар, сіздермен бүгін Гана. Бүгін біз Duolingo стрим туралы сөйлесетін боламыз. Қалай настройка жасаймыз, қандай программамен стрим жасаймыз. Бүгін біз Duolingo программасымен қалай настройка жасайтынын көрсететін боламын. Және де менде жақында конкурс болады. Конкурсқа спонсорға 3-4 орын қалды. Ең соңғы 2 спонсорға акция жасаймын. Оларға арзан бағада. Спонсормен келісу үшін ВК-ға жазыңдар. ВК-да барлығын келісеміз. Ондаша видеоға кеттік. Spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right? Shorty look good in the moonlight, so why you so bad, my spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right? Қалайсыздар достар, осы сұрақты маған көп қойды. Қандай программамен стрим жасайсың, андай мұндай көрсетші деп. Және де бүгін сіздерге көрсетемін. Міне мен Duolingo деген программамен стрим жасаймын. Бұяқта сіздер стрим жасай аласыздар, видео түсіре аласыздар, және де бұяқта монтаж жасай аласыздар. Және де ең сіздерге стрим маңызды, стримда ең жақсы міне разрешение видеоға келетін болсақ, сіздердің соткаларыңыз өте жақсы болатын болса 720 мен 1080 таңдаңыз. Бірақтан соткаңыз көтере алмайды деп ойласаңыз 480 мен 540-қа қойыңыз деп ойлаймын. Екіншісі качество видео. Бұяқта качество видеоға авто деп қойыңыз. Бұяқта өте жақсы, авто деген өзі пайдалы болады. Ал FPS-ті сіздер 30 FPS-ке қойсаңыздар болады. Бірақтан соткаларыңыз өте жақсы болса 60 FPS-пен де жақсы. Бірақтан 30 FPS соткаға жақсы деп ойлаймын. Және де ориентация видео авто деп қоямыз. Сосын яқта SD картаға жазасыз ба, или өзіңізді внутреннийға жазасыз ба, өзіңіз білесіз. Сол жақтан тұрады міне. Режим записи стандартный деп тұрады. Бұны да выкл деп қойсаңыз, бұны қоспай қойыңыз, өте жаман бұл. Сосын яқта скриншот камера кист керек емес. Показать касание міне қараңыздар. Стримда болып жатыр, сіздер касаниеда экранға касанияны көреді. Бұл бірақта маған керек емес. Водяной знаки дегенде осылай тұрады сіздерде. Бірақтан өшіріп тастаңыздар. Стримнің көркін бұзады. Сосын яқта персональный водяной знак қойсаңыздар болады. Міне мен стримда міне былай істеймін. Міне мұнда тек қазақтар деймін да, осыға осылай қоям, болды. Стримда осылай тұрады. Сан жазсаңыздар да болады. Міне өте пайдалы. Сосын міне мынақта обложканы таңдай аласыздар. Міне прямой эфир басасыз, ютубта аламыз. Настройкаға кіресіздер да, міне задержканы низкийға қойсаңыз өте жақсы болады. Обложканы таңдай аласыздар. Сосын паузада осындай тұрады. Пауза болып тұрады, и мұнда тек қазақтар деп қатып тұрады. Сосын яқта тағы да настройкаға кіреміз. Бұяқта сіздер уведомление қоссаңыздар болады. Міне подписки дегенде осындай дауыстарды өте саласыздар. Менікі бұяқтан отырады. Сосын яқта цель қоясыздар, подписка міне. Қанша подписчик қалды, қанша ақша қалды дегендей. Яқта неше түрлері бар. Сондықтан біреуін таңдайды деп ойлаймын. Сосын чат боты бар, бұяқта чат бот болады. Чатта не істеп отырады, көмектесіп отырады сізге. Және де осы мен донат қойғыларыңыз келсе осыған кіресіздер. Бұл не? Міне донат қою үшін міне. Бұяқта рекламный контент әлі жоқ та. Болды достар, осы сіздерге айтатын. Бұяқта және де монтаж жасай аласыздар. Міне редактировать видео, изменить. Бұяқта стрим жақсы болады. Және де мен сіздерге көмектестім деп ойлаймын. Мен қоштаспаймын, келесі сау болғанша. Сіздермен болған Гана.